Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. 10 класс Алматы кітап баспасындағы жолдық әдістер атты тақырыппен танысатын боламыз. Pythonда символдар мен жолдарды өңдеуге арналған әдістер жеткілікті. Мұндай әдістерді жолдық әдіс деп айтады. Осы жолды өңдеуге арналған бірнеше әдістермен танысайық. Ол count. Бірден Pythonда ашып жұмыс жасай берейік, бізге түсінікті болу үшін. Қазақша сабақтар. Осындай бір переменныйды алайық. Сөйтемізді count бөліміне кіреміз. Count бөлімін қолдану үшін count деген атайып тұрған шығар іздейді белгілі бір әріптің қанша штук екенін. Яғни мысалға A деген әріпті іздесек, осы str-дің ішінде қанша A бар екенін тауып береді. Бірден print s нүкте count деп табуға болады, бірақ дұрыс шешім бермеуі мүмкін да. Сол үшін біз не істейміз? Басқа переменныйға меншіктейміз. Мысалға s1. s1 болу шарт емес, кез келген переменныйға меншіктейміз. Тең s-тан іздейміз count тырнақшаға A деген әріпті. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 A деген әріп бар. S1-де экранға шығарамыз. F5, окей. Сақтаймыз. Мінекей 6 A деген әріп пайда болды. Count деген ол іздеу деген сөз екен. Келесі әдіс ол count s, ita және jita. S, ita және jita деген ол белгілі бір орыннан іздейді. Мысалға қазақша деген орынды санаймыз. 0-ден бастап 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бүйтейік, чтобы бірінші s-тің 7-ші элементін көріп алайық. Ол A деген әріп ба? A деген әріп. Бірақ біз 7-ні қоса алғанда біз 8 деп айтамыз, чтобы 8 дейтін болсақ қана ол қазақша деген әріп толығымен енеді. Демек, count-ың келесі әдісі белгілі бір орыннан ғана іздеу. Ол былай болады. Үтір 0 мен 8-дің арасында алар саны қанша екенін береміз. 1, 2, 3. Бізде 3 қана A бар деп айту керек. Біз экранға шығарамыз S1-ді. F5, окей. Мінекей бізде 3 қана A бар. Келесі жолы сабақ дегенді бере салайық. Сөйтемізді есептейміз. 8 еді. 8-ден бастап 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8-ден 14-ке дейін қанша A бар екен есептейік. F5, окей. Ол бізде 2 A бар. Яғни count-ың 2 әдісі бар. Олар пустой count және count ita және jita. Келесі әдіс бізде find іздейді. Ол да белгілі әріпті іздейді, бірақ find деп жазайық. Find-ың негізгі қызметі ол бірінші тұрған әріпті қайтарады. Қазақша дегендегі A, Q деген әріп ол 0-ші элемент болса, A дегенде бірінші элемент. Хотя қаншау екені маңызды емес, ол бізге всегда біріншісін қайтарады. Мінекей пока ол бірінші орынды көрсетті. Келесі ita мен jita арасындағы әріптің орнын көруге болады. Find 8 бен 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 деп көрейік. 14, 8 бен 14-дің арасындағы мынау бізде нешінші орында тұрғанын айтады. 10-шы орында тұр екен. 9, мынау бізде 10-шы орын. Тексеріп көрейік. S-ға 10 деп берейік. Ол бізде қандай әріп шығады екен? A деген әріп шығады екен. Яғни find-тің пустой find бар, ол бәрінен тауып іздейді, бірақ бәрі біріншісін қайтарады. Келесі белгілі бір орыннан диапазондағы әріптің тұрған орнын тауып береді екен. Келесі соңғы бүгінгі қолданатын әдісіміз ол strip әдісі. Strip әдісін бұлай бірден түсіну қиын болады. Негізгі мағынасы оң және оң деген мына жағы сол жағы араларынан оң және сол жағындағы аралықтарын алып тастап, қандай аралық екені айтылмаған. Бұл мынандай аралық. Бос орындар ғой, пробел 1, 2, 3, 1, 2, 3. Енді түсінікті болу үшін пока экранға S-ті шығарайық. Мінекей мына жағында бізде не тұр? Бос орын тұр. Мына жағында да бос орын бар. Оның бос орынның бар екенін білу үшін бүйтейік бос орынға тағы да әлем деген сөз жазайық. Сонда мынау бізде әлем деген естеді. Мына жердегі бос орынның бар екенін білдік. Демек, strip деген ол бос орындан алып тастайды. S1 тең S-тің strip қасиетін пайдаланып S1-ге жүктеп береді. Сөйтеміз экранға
S1-ге әлем дегенді жүктесек, сонда мынау сол жағындағы бос орын мен оң жағындағы бос орынды алып тастап, әлем деген жазуды үтірмен жалғағаны үшін арасына өзі бір бос орынын қойып береді. Мінекей қазақша сабақ әлем. Егер мына жерге біз үтір емес плюс бергенде, онда бәрі бір-бірімен жабысып қалған болар еді. Мінекей әлем деген сөз. Яғни стрип ол оң жағынан және сол жағындағы бос орындарды алып тастайды. Бізге бірінші мысал берілген, жол берілген. Осы жолда орналасқан сөздер бір ғана бос орынмен ажыратылған. Осы жолда неше сөз бар екен табамыз. 1, 2, 3, 4. Хотя 1, 2, 3 бос орынмен ажыратылған. Есептің шарты бойынша жолдағы сөздердің арасы бір ғана бос орынмен ажыратылғаны үшін count әдісін, яғни бір ғана бос орын деген бір пробел. Осыны ескеру керек, бірақ екі пробел болса, уже ол табылмай қалады. Count әдісін қолдануға болады. Берілген жолда неше бос орын болса, сөздердің саны бос орыннан бір сан біреу артық болу керек. Мысалға, очевидно, что 1, 2, 3 бос орын бар болатын болса, онда 1, 2, 3, 4 текст бар. Себебі жартысы сол жағында, жартысы оң жағында деп қарасақ болады. Мына жерде бірақ пробел бар, бірақ 2 мәтін бар. Ол өте оңай. Біз оған count әдісін пайдаланамыз деп айтып қойдық. Бірақ countқа бір санды қосамыз. Бетек енді s тең input сөз жаз. Сөйтеміз, оның s1 тең s нүкте count деп тауып аламыз. Сөйтеміз, экранға, принтқа, егер бірақ пробел болатын болса, онда екі сөз бар обязательно. Сәлем, әлем дегенде, сөз жаз дегенде бір пробел бар, бірақ оң жағында және сол жағында мәтін бар екенін ескеретін болсақ, онда біз ода екі текст бар дейміз. Яғни count бос орынды табамыз. Нені іздеп жатырмыз? Бос орынды іздеп жатырмыз. Бір пробел міне. Пробел саны қанша екен табамыз. Давай просто бетейік. Осыдағы S1-ді пока табайық. Не үшін бір қосу керекін айтамыз. Мұна мәтінді алайық, шынымен өзіндегін алайық. Бірақ біз бұнда не тауып жатқанымыз ескерек. Біз қазір бос орын тауып жатырмыз. Бізде қазір бос орындар саны үшеу. Неге? Себебі 1 бос орын, 2 бос орын, 3 бос орын бар. 3 бос орын болса, онда 4 мәтін бар екен ескеруіміз керек. Демек, 3-ке қосамыз 1-ді, себебі мына жағындағы жарты, мына жағындағы жартыны 1 деп аламыз. 3 бос орын, 4 мәтін. 1 бос орын, 2 мәтін. 2 бос орын, 3 мәтін и так далее. Демек, S1 плюс 1. F5 окей. Ctrl-V, мінеке 4 сөз бар, хотя 3 бос орын болса да, мынада бірақ бос орын бар, соответственно, бізде 2 мәтін бар. F5, бос орынды табу арқылы біз мәтінді таптық, окей? Бірақ ескеру керек, что егер 2 пробел болатын болса, онда шықпай қалады. Давайте мы тексеріп көрейік. Ctrl-C, F5, Ctrl-V, мына жерге бір бос орын берейік. Enter'ді басайық. Бізге бесеу дейді. 1, 2, 3, 4. На самом деле бесеу емес. Демек, біздің қазіргі жасаған кодымыз пробел саны біреу болғанда ғана жасайды екен. Егер пробел саны екеу болып қалатын болса, онда оны while циклына салу керек еді дейді. Мына кодты өздеріңіз жазып көрсеңіздер болады. Егер прям түсінбей атқан болсаңыздар, комментарийге түсіндіріп бер деген сияқты комментарий келетін болса, онда может түсіндіреміз. Жақсы, келесі К әріпі латын әріптерінен тұратын жол берілген. Осы жолда К әріпі кездесе ме. Егер кездесе, нәтиже ретінде экранда орны кездеспесе 0. Егер берген жолда К әріпі біреуден көп болса, онда оларды осы жолдағы жалпы санын баспаға бер дейді. По порядку шығарып алайық. Былай түсініп алайық. 7 деген не ол? Соны біліп алайық. 7 деген оның орны. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хотя бұл жерде ол 6 болып тұр. Мынау бізде 0-ші элемент, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. Давайте осының 6-ші элемент екен біз түсініп алайық. Мына жерге S тең тырнақшаға берейік. Сөйтемізді экранға просто S-тің 6-ші элементін экранға шығарайық. Қай сан шығады бізде? K деген сан шығу керек. Дұрыс, K деген сан бізде 6. Значит, кітапта қате кеткен, олар 7 деген. 7 емес ол 6. Яғни мен K деген әріпті есептің шартында іздеп жатырмын дейді.
Жақсы, S тең input, сөз жаз. Енді 7 екенін санаймыз. S1 деген переменный алайық. S нүкте count қоя санайым. Или жоқ, count деген нешеу екенін санайды. Ал орнын табу үшін мен қандай еді? Count емес. Find. Дұрыс. Find деген әдісі пайдаланамын. S нүкте find маған бастан аяқ іздесін. K деген әріпті экранға шығарайық. Print S1. Хотя бізде бірінші орындағы K-ны ғана шығарады бұл жерде. Оны да ескеру керек. Ctrl-V. Мінеке 6-шы орын табылды ма? Табылды. S1 менде занят. Келесі S2 деген переменный берейік. Ол S нүкте count санаймыз. Қаншау екенін. Count K деген әріпті санаймыз. Экранға S2-ні шығарып көрейік. S2, F5, окей. Бізде мұна бір әріпті берейік. Так. Мінеке 0. 0. Хорошо. Келесі мұна әріпті беріп көрейік. Қанша екенін бізге санап берсін. Әрине 5 деп шығу керек. Мінеке 5. Енді бізге бірақ шарт қайтып жатыр. К әріп біреу-ақ болатын болса, оның нешінші орында тұрғанын, бірден көп болатын болса, қанша екенін, 0-ге тең болса, 0-ді шығар дейді. Соответственно, шарттың бәрі S2 мен орындалады. Егер S2 больше 1, бірден үлкен болатын болса, онда экранға шығарамыз S2-ні. Окей. Егер elif S2 бірге тең болса ше? Бірге тең болса. Окей, бірге тең болатын болса, онда экранға шығарамыз оның тұрған орны бізде S1. Иначе, значит, 0-ге тең болатын болса, экранға 0-ді шығарамыз. Демек, қай-қайсысын берсек те қазір программа орындалу керек. Мұна жағдайда ол 5-ті шығарады. Программаны қайта запуске жібереміз. Мұна жағдайда Ctrl-C, Ctrl-V 0-ді береді. F5 мұна жағдайда бізге оның 6-шы орында тұрғанын береді. Опс, ошибка. Демек, бірге тең болса. Ой. S2 бірге тең болса ғой. S2 бірге тең болса. S2 бірге тең болса. Бәсе енді 6 болды. Бірінші задание бітті. Келесі сөйлем құрау дейді. Бір жұлдыз шал есеп. Бұл деген сөз мағынасы жоқ сияқты. Латын әрпінен тұралған ел, Нұрсұлтан, жүрегі сөздері берілген. Сөздердің аралары бір ғана бос орынмен ажыратылған мағыналы сөйлем құра. Сөйлемнің өзі программа мағынасына қарап құрай алмайды, сен өзің құрайсың. Из-за этого біз ойша құрай береміз. S1, S2, S3. Бірінші сөз, екінші сөз, үшінші сөзді жаз дейді. Сөйтемізді қараймыз. Бірінші қай сөз кетеді? Бірінші Нұрсұлтан кетеді. Print, ол Нұрсұлтан дегенменде ол екінші орында. S2, пока плюсмен бере берейік. Одан кейін Нұрсұлтан, ел жүрегі S1 қосылған S3. Пока осылай берейік. F5, окей. Ел, Нұрсұлтан, жүрегі. Нұрсұлтан, ел жүрегі. Бірақ аралары не істеп қалды? Жабысып қалды. Не үшін? Біз плюс бергеніміз үшін. Бізге аралары бір ғана бос орынмен. Бұл жерде енді плюс пен үтірдің разницасын сұрап тұрған шығар деп үміттенеміз. Ел, Нұрсұлтан, жүрегі. Ел, Нұрсұлтан, жүрегі. Мен Нұрсұлтан, ел жүрегі деген тексті қолдан шығардық. Есеп бір жұлдыз шал болғандықтан біз оңай шығардық. Егер 3 жұлдыз шал болғанда, онда бәлкім бас әріпті тауып, одан кейін әріптің кішісін қойып па жасап көру керек педі. Оны білмедім. Үшінші тапсырма А әрпін іздеу. Латын әрпінен тұратын жол берген. Осы жолда неше А әріп бар? Просто count. S1, S тең, S1 нүкте count А деген әріпті. Нұрсұлтан, Арман қала.
Ctrl-C, print, S1, print, S экранға шығарамыз. Нұрсұлтан Арман қалада 5А бар дейді. Жауабын қараймыз. 5А бар. Келесі анықтау 2 жұлдызша екен. Значит, кішкене ойлан деген шығарда. Латын әріптерден тұратын мәтін берілген, осы жолда неше рет отан сөзі кездеседі анықта дейді. Отан, оттан да ыстық, хотя бір деген, өйткені отан бір рет кездескен. Бірақ мына отан бас әріп, мына отан кіші әріп. Сол үшін заранее біз мына бір әдісті пайдаланып көрейік. Так, отан кіші әріп, бүйтейік. Просто отан деп жаза салайық. Отан, оттан да ыстық. А әріпін іздеген сияқты ғой, бірақ қазір мынаған былай деп жазамыз. О деп жазайық кіші әріппен. Қазір отан, оттан да дегенге біреу шығу керек. Өйткені бір отан деген бар міне. Бірақ проблема сол, бізде о бас әріп болып кеткен. Сол үшін біз не істейміз? Пока мынандай әдісті пайдаланып көреміз. Т тең S1-ді lower дейміз. Не жазылса да бәрін неге түсіре береміз? Кіші әріппен жаза береміз. Print, экранға пока Т-ны шығараймын. Отан, оттан да ыстық дегенді не істеді? Үлкен О-ны кіші О-ға түсіріп жіберді. Немесе барлығын бас әріппен жазайық. Отан, оттан да ыстық деп жазайық. Бәрібір не істейді оны? Кіші әріпке түсіреді. Демек, біз кіші әріпке түсіріп барып іздейтін болсақ, онда былай қыламыз. S1 сразу түсірем, lower, и сразу іздеймін отан деген сөзді. Сонда экранға нейін шығарамын? S-ті шығарамын. Яғни түсіріп барып іздейміз. F5, окей. Мінеке, ошибка. S1 lower, upper деген бас әріп, lower деген кіші әріп төмен түсіреді. Одан кейін count отан болады. Негізі істеу керек еді ғой. В общем, шықпады ғой. Негізі жаңа шыққан ше, неғып шықпаған? Латын әріптен тұратын мәтін берілген, осы жолда неше рет отан сөзі кездеседі. Отан, оттан да ыстық, нәтиже 1 дейді. Бүйтіп көрейікші. Отан деп жазайықшы. Отан. Мені үшеу шығып тұр ғой, неғып шықпай тұрған. Енді бүйтейік. Отан. Бұдан да 3 шығып жатыр. Мін шығып жатыр. Өйткені үлкен әріпті кіші әріпке айналдырып жатыр. А вот неге мына жерде шықпай жатыр, білмеймін. Может, пробел саны дұрыс емес па? Отан, оттан да ыстық. 0. Білмеймін, не үшін екен. Өйткені былай жазайық онда. Отан. Мін 3. Солай. Пока осы, сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар. Әрине екінші кодты түсіндіргім-ақ келіп тұр. Бірақ видео ұзап кететін еді. Келесі видеода біз сіздермен жолдық әдіс түрлермен танысатын боламыз. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.